Сәлеметсіздер ме достар, бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Сабағымызды бастамастан бұрын каналымызға тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жаза өтіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламыз. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз 68-ші сабақ зат есім. Бүгінгі сабақта зат есімнің тәуелдік жалғауларын, олардың түбірге жалғау ерекшеліктерін білеміз және де мәтіннің қатесін тауып түзететін боламыз. Олай болса, бірінші тапсырма: мәтінді оқып, тәуелдік жалғаулы зат есімдерді тап. Акула. Акула ешқашан тоймайды. Аузына не түссе, соны жұта береді. Оның асқазаны өте мықты. Жұтқанның бәрін қорытып үлгермесе де, өзіне ешқандай зиян келмейді. Бір акуланың асқазанынан неше түрлі заттар табылған. Мысалы, акуланың ішінен пошта жәшігі, бірнеше консерві банкісі, алтын теңге мен қымбат әшекейлер, көзілдірік, қол сағат, кастрюль, шеге, аттың тағасы шыққан. Әлемде талай қызық бар кітабынан алынған. Бұл жердегі тәуелдік жалғаулы зат есімдер бізде балалар: асқазаны, банкасы, тағасы, жәшігі деген сөздер екен. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді үш жақта тәуелдеп жаз. Тәуелдік жалғаулы жалғанғанда қай сөздің соңғы дыбысы өзгерді? Себебін түсіндір. Бұл жерде балалар мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді үш жақта тәуелдеп жазатын болсақ, менің заттарым, көзілдірігім, бұл бірінші жақ, екінші жақ сенің заттарың, көзілдірігің, сыпайы түрде сіздің заттарыңыз, көзілдірігіңіз, ал үшінші жақта ол оның заттары, көзілдірігі болып табылады. 18-ші тапсырма: әріптер қатарында жасырынған сөйлемді оқып көр. Тапқан сөйлемді жазып, тәуелдік жалғаулы сөздің астын сыз. Бұл жердегі бізде балалар шыққан сөз табиғат, тіршілік көзі деген сөз шықты. 19-ші тапсырма: мақалдың қатесін түзеп жаз. Өсер елдің баласы жанжалшыл келеді, өшер елдің баласы арманшыл келеді. Мақалдың мазмұнын топта талқыла. Бұл жердегі балалар дұрысын жазатын болсақ, өсер елдің баласы арманшыл келеді, өшер елдің баласы жанжалшыл келеді. Мінекей мақал бізде осылай жазсақ дұрыс шығады екен. Шығармашылық үзіліс. 20-ші тапсырма: ребусты дұрыс шешсең, төмендегі жұмбақтың жауабын табасың. Күндегі тамағы, балықтың шабағы, теңізге барғандар жағадан табады. Бұл жерде балалар бізде шар берілген, толырғай берілген және де лақ берілген. Осы сөздердің бізге шар сөзінің бастапқы екі әрпін, торғай сөзінің үшінші әрпін, ал одан кейін барып лақ сөзінің бастапқы екі әрпін аламыз. Сол кезде бізде шағала сөзі шығады екен. Енді балалар мәтіндегі осы берілген сұрақтарға жауап беруге жұмбақта тәуелденіп тұрған зат есімдерді тауып, қай жақта тұрғанын айт. Бұл жердегі тәуелділік жалғауы бұл тамағы, шабағы деген сөздер. Астын қызылмен сызып қойдық. Қай жақта тұр? Яғни бірінші жақ ол менің тамағым, екіншісі сенің тамағың, үшіншісі оның тамағы болады. Яғни бұл жерде тамағы, шабағы сөздері ол үшінші жақта тұр. Келесі сұрақ: шабақ сөзімен ребус құрастырып көр. Балалар, мінекей біз ребусты құрастырдық. Ш әрпінің бірінші әрпін аламыз. Банан сөзінен Б әрпін аламыз. Балық сөзінің ақ, яғни соңғы әріптерін аламыз. Сол кезде бізде шабақ деген ребус шығады екен. Келесі 21-ші тапсырма: жақшадағы сөздерге тәуелдік жалғауларын жалғап жаз. Біздің халық бақытты, мемлекеттің мүлік күн шашпа, сенің
дауыс естіледі. Ораз ерін жыбырлатты. Біздің халқымыз бақытты деп жазуымыз керек. Мемлекеттің мүлкін шашпа, сенің дауысың естіледі. Ораз ернін жыбырлатты. Мінекей осылай біз балалар тәуелдік жалғауларын жалғап, белгілі бір мағына беретін сөйлем құрастырып жаздық, Олай болса балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.